Қырықтың бірі Қыдыр, мыңның бірі Уәли. Арыстан баба Тұран даласына келгенде оны ешкім танымапты. Киімі тозып, алба-жұлбасы шыққан екен. Темір етігі теңгедей, темір аяғы тебендей болыпты. Түрінен шошып ел жұрт үйіне қондыруға қорқады екен. Көп қайыршының бірі деп ойлапты. Арыстан баба ұлы даланы аралап, талай шаһарды шарлапты. Көбіне далада қонады екен. Оның қонып түнеген жері қадым жайға қасиетті орынға айналады. Бір күні Отырар даласына келіп, қаланы аралайды. Оған ешкім мән беріп қарамапты. Кеш батып қалған екен, түнеп шығар жер іздейді. Қала шетіндегі ескі лашықтан өтіп бара жатқанда, бір жігіт алдынан жүгіріп шығып, қарияға сәлем беріп, "Ата, үйге түсіп қонақ болыңыз" дейді. Арыстан баб, "Балам, мені таныдың ба? Бейтаныс жанды қалай үйге қондырмақсың" дейді. "Әкем, қырықтың бірі Қызыр, мыңның бірі Уәли" деп айтып отырады. Қызыр болмасаңыз да шарапатты әулие шығарсыз. Жақсы адам қартайса, ақсақалды абызға айналады. Жаман адам қартайса, піспей қалған қауызға айналады деуші еді. Жүзіңіз жылы екен, түсі игіден түңілме деген. Оның үстіне іңір түсті, қараңғыда қайда барасыз? Үйге қонып, қонақ болыңыз. Баспанам лашық болғанымен, қабағым ашық. Жыртық үйдің де құдайы бар деген ғой. Біздің үйге түсіңіз. Бәрекелді балам, болайын деп тұрған бала екенсің. Тұрмысың кедей болғанымен, жан сарайың бай екен. Дегенің болсын, баста жолды дейді. Жігіт есікті ашып, Арыстан бапты төрге шығарады. Жігіттің жары қонақ келеді деп ойламаса керек, асулы тұрған еті болмаған соң сасып қалады. Зыр жүгіріп төрге көрпе төсейді. Қырық жамау көрпесінен қысылып өліп барады. Ұялғаннан басындағы ақ жаулығын көрпешенің үстіне төсейді де, "Ата, мұнда отырыңыз" дейді. Арыстан бап әйелдің ниетіне риза болып, "Балам, ақ жаулық басыңдағы байлығың ғой. Оны маған бола жерге төсеме. Мен патша емеспін, жай ғана Құдайдың қарабет құлдарының бірімін. Маған жаман көрпеде жетеді. Ниетіңе ризамын. Құдай тілеуіңді берсін" дейді. Жігіт қорадан жалғыз лағын көрсетіп, "Ата, батаңызды беріңіз, қонақ келмегелі көп болып еді. Бізді кедей деп менсінбей көп кісі түспейтін. Мынау сізге атаған малым, бата қылыңыз" дейді. Арыстан бап, "Құдай оңдасын, пайғамбар қолдасын, бақ қарасын, Қызыр дарысын, ниетіңе Тәңір берекет берсін" деп бата жасайды. Аш желініп, сорпа ішілген соң сұхбат қылып біраз отырады. Арыстан бап сол үйде түнейді. Таңғы шайдан соң жігіт 2 жасар ұлын әкеліп, "Ақсақал, мынау менің тұңғышым еді, есімі Мансұр. Осыған ата болыңыз, батаңызды беріп аузына түкіріңіз" дейді. Арыстан бап бата беріп, "Мансұр қалажадай Тәңірге ғашық болсын, Қожа Ахметтің шәкірті болсын" дейді. Шайдан соң Арыстан бап олармен қоштасып сапарын жалғастырады. Осыдан соң жігіттің басына бақ қонып, Қызыр дарып, дәулетті жанға айналыпты. Баяғы Мансұр ер жеткен соң Қожа Ахмет Яссауидің ең алғашқы шәкірттерінің бірі болыпты. Арыстан бап маңдайынан сипаған соң, жұрт оны Арыстан баптың баласы деп атап кетіпті. Арыстан бап дүниеден өтерде, Жәбірейіл періште, "Уа Арыстан сахаба, талай ел кездің, талай жер кездің, Мекке Мәдинеде жүрдің, қасиетті Әл Ақсада болдың, Қожа Ахмет туған Сайрамда да көрдің, деніңді қай жерге жерлейді" дейді. Сонда Арыстан бап Отырардағы жаны жомарт бір жігіт есімнен кетпейді. Жалғыз лағын сойып қонақ қылып еді, келіншегі астыма кимешегін төсеген. Солардың адал ниеті мен ыстық ықыласы есімнен кетпейді. Bir күн ас бергенге 40 күн сәлем бер деген. Өлсем де пейілін ұмытпаймын. Мәйітімді солардың үйінің іргесіне жерлеңдер. Тәңірім лұқсат етсе, оларды желеп-жебеп жатайын дейді. Оның соңғы сөзі Жәбірейіл періштенің өзін ерекше әсерге бөлейді. Кәрі сахабаның жүрегі мәңгілікке тоқтаған соң, періштелер мүрдесін Отырарға апарып арулап жерлейді. Ал Арыстан баптың далада қонған қадымы жайында ел жұртты құрмет көрсетіп, мазар соқты. Халық онда да Арыстан баптың рухы келіп, жебеп жүреді деп сенеді. Қожа Ахмет Яссауида осы оқиғадан тәлім алып, тариғаттың әдебіне қонақжайлық тәртібін енгізген екен деседі.